Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Шымкент көлік колледжінің арнайы пән оқытушысы Бердәулетова Лизат Тоқсанбайқызы. Пәні түйе түсіру жұмыстарын механикаландыру. Сабағымыздың тақырыбы жүк аулаларының жүктеуші мен қызметі, олардың техникалық жабдықталуы, механикаландырылған жүк аулалары, олардың ұстанымды сызбалары мен негізгі құрылымдары. Сабағымыздың мақсаты жүк аулаларының жүктеуші мен қызметі, олардың техникалық жабдықталуын түсіндіру және үйрету, өмірге байланыстыра ой толғанысын ойлауын дамыту. Студенттердің білімін өз бетінше дамыту дағдысын үйрету және сөйлеу, өз пікірін айта алуды дамыту. Үй тапсырмасына шолу. Құжаттармен орындалатын операцияларды атаңыздар. Жүктің келуі туралы мәлімет қанша уақытта келеді және ақпаратты қалай алады? Ескерту құжатына не толтырылады? Құжаттарды тапсыру кітабына қандай мәлімет жазылады? Форма ГУ-48. Түйе түсіру жұмыстары механикаландырылған станциясында орындалатын жұмыстарды атаңыздар. Үлкен көлемді жүк қабылдау және жіберу станциялары жүк аулаларымен жабдықталады. Жүк аулаларына жүк қабылдау, тиеу, түсіру, беру және сәйкес жағдайларда жүкті сұрыптауға арналған аудандармен және жол құрылғыларымен жабдықтауды жатқызамыз. Жүк аулалары біріктірілген және жеке жүктерді өңдеу үшін арнайы болады. Неғұрлым кең таралған тұйықталған типтегі жүк аулалары 5-ші суреттегідей көптеген жүк аулаларын өткінші типті, сонымен қатар тұйықталған және өткінші жолдар. 5-ші суретте көріп тұрғандай бізде тұйықталған жүк ауласының сызбасын көріп тұрмыз. Мына өткінші жүк аулаларының сызбасы. Біріншісі бізде минералды құрылыс жүктеріне арналған қойма. Екіншісі вагоннан автомобильге жүкті қайта тиеуге арналған жол. Үшіншісі өзі жүретін жүктерге арналған платформамыз. Төртіншісі жүкті ыдысқа орауға арналған қойма. Бесіншісі жоғарылатын жол. Алтыншысы ауыр салмақты жүктерге арналған алаң. Және жетінші контейнерлік платформа. Қоймаларды, қызметші бөлмелерін және жүк құрылғыларын орналастыруда жұмыстың технологиялық процесін, автокөлік қозғалысының графигін және маршрутын, құрылымның жақындау габаритін, өртке қарсы ережелерді және техникалық қауіпсіздік ережелерін ескеру керек. Жүк аулаларын қорғанмен қоршайды және күзет сигнализациясының қажетті техникалық құрылғылармен жабдықталады. Өту, кіру және шығу үшін арнайы тексеру постылармен күзетілетін қақпа қойылады. Рельс жанындағы қоймалар жалпыға пайдалануға және жекелей пайдалану қоймалары болып бөлінеді. Жалпыға пайдалану қоймалары барлық жіберушілер мен қабылдаушыларға арналған. Жекелей пайдалану қоймаларына темір жолдың арендаға алатын қоймалар немесе станция маңында орналасқан кәсіпорын немесе үйім, бидай қоймалары тоңазытқыштарға жатады. Мына жерде біз жүк ауласының қоймаларын суретін көрсеттік. Және біз Вен диаграмма қолданамыз балдар. Вен диаграммасын жүк аулалары мен механикаландырылған жүк аулаларының арасының айырмашылығын табамыз балалар. Және де фишбоун әдісін қолданамыз. Фишбоун әдісіне біз балықтың қаңқасын алдық. Бұл жерде басы бұл проблемалық сұрақ болып қойылады. Проблемалық сұрақты ішінде қаңқасы, шығу жолдары. Сол проблемалық ситуациядан қалай шығамыз. Және құйрығы жауабы болып есептелінеді. Сабақты бекіту. Сабақты техникалық диктант арқылы бекітеміз балдар.
Бағалауды біз смайлинг арқылы баға қоя аламыз. Талпын, жақсы, жарайсың. Және де Smart Nation'да жұмыс жасағандықтан сіздер Smart Nation'ға сабақты саласыздар. Содан біз өзіміз қорытындылаймыз, сіздерді бағалаймыз. Яғни смайлингпен және комментариялармен талпын, жақсы, жарайсың деп. Балалар, үйге тапсырма. Жүк ауларының жүктеуші дегеніміз не? Жүк ауларындағы көлік түрлерін атаңыздар. Және кітап кәсіпқой KZ сайтынан ізденіп аламыз. Кроссворд құрамыз. Қорытынды. Insert әдісімен студенттердің меңгеру дәрежесін анықтаймыз, нәтижесін дұрыстаймыз. Insert әдісі, балдар, біз не білеміз, не білгім келеді, не үйрендім деп соны толтырасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсылықта кездесейік. Stay home, мы вместе победим. Все, біз біргеміз.